Ерлерге арналған бұл киімнің нарықтағы құны 15 миллионға бағаланады. Сапасы өте жақсы, Түркияда тігілген. Мұны су тасқынынан зардап шеккен өңірлерге гуманитарлық көмек ретінде Тимур Аубакиров есімді азамат жіберіп отыр. Өзі қазір Стамбулда тұрады, негізі Целиградта, яғни Астанада туған, алайда балалық шағы Ақмола облысының Жақсы ауданында Торғай даласында өткен екен. Қиырда жүрсе де қиын-қыстау кезеңде елге көмек беруді жөн көріпті. Дорогой мой Казахстан, меня зовут Тимур. Я проживаю в Стамбуле уже около 4 лет. С горечью на душе наблюдал, как стихия в виде паводков нанесла огромный ущерб нашим людям. Также вижу, как государство всеми силами пытается помочь в координации с гражданским обществом. Я решил не оставаться в стороне и внести свой вклад. Я закупил верхнюю одежду на сумму более 15 миллионов тенге и уже доставил в Казахстан, чтобы в самое ближайшее время передать ее в Тургайский район. Это место, где я провел свое замечательное детство. Я надеюсь, что моему примеру последуют и другие казахстанцы, проживающие за рубежом. Казахстан, без бергеміз. Осы бір сәтте игіске мұрындық болған қос әріптесімді айта кеткім келеді. Олар Дулат Нуркин мен Меруерт Памбетова. Азулы журналистер Тимур Мұхитжанұлымен танысуымызға себепкер болды, бағдар сілтеді. Ал Тимур мұрзаға жалпы Торғай халқының атынан алғыс білдіреміз. Мына заттардың барлығы Амангелді ауданындағы еріктілер штабына жөнелтіледі. Ол жерде Айбек Таңатбаев есімді бауырымыз қабылдап алады, және де су тасқынынан зардап шеккен Арқалық қаласының, Амангелді ауданының, Жангелді ауданының тұрғындарына осы киім-кешекті бөліп береді. Жақсылық жасап жарысайық.